Баршаңызға сәлем. Осы восточный пирогқа қатысты маған инстаграмда көптеген сұрақтар келіп жатады. Ортасында сгущенкасы неге қатпай қалады, пышақпен неге дұрыс кесілмейді деген сияқты. Соларға жауап бере отырып, өзімнің тапсырысқа жасайтын рецептімен бөлісемін. Үгілмелі қамыры үшін бізге еленген ұн, қант немесе сахарная пудра, одан кейін қопсытқыш және салқын сары майды салып, барлығын қолымызбен жақсылап араластырамыз. Осылай бәрі біркелкі ұнтақталған соң, бір жұмыртқаны қосып, массаны біріктіріп, бір жерге домалақ қылып жинаймыз. Оны целлофанға салып, холодильникке қоя тұру қажет. Уақыт өткен соң, қамырымызды пергаменттің үстіне ұнның көмегімен жайып, формаға орналастырамыз. Осы кезде біздің духовкамыз 170 градуспен қызып тұрғаны жөн. Және салмасына арналған ингредиенттерді алдын ала турап дайындап қойдым. Мейіз, өрік және грек жаңғағы. Мейіздің ұсақ және қоңырын таңдаймын, ал өріктің ортасы жабысқақ емес, құрғақтауын. Барлығын әдемілеп орналастырып болған соң, үстіне сгущенка құямыз. Осы жерде қолданып жатқан сгущенкамыздың сапалы болуы маңызды. Бұл пирогымыздың сәтті шығуының құпиясы болып табылады. Құрама табиғи, Три желания немесе деп фирмасыныкін қолданған дұрыс. Міне духовкамыз қызып тұр 170 градуспен. Енді 30-35 минут аралығында пирогты пісіреміз. 30 минуттан соң мен духовканың есігін ашып тексеремін. Барлық беті біркелкі қызарса, пирог пісті деген сөз. Енді оны міндетті түрде сетканың үстінде әбден суытып, одан кейін минимум 8 сағатқа холодильникке қоямыз. Сол уақыт өткен соң, сулы пышақпен кессеңіз, разрез өте әдемі шығады.